Кремльнің саяси мобюслеріні Украинада яқаланылған Русия ватандашларына дені шувнен бағлы илкнетіджелер яқын күнлерді белі олмақ керек. Бұақта Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Украина омбудсмені Людмила Денисова енді Москвада болуна, оның меслегдеші Татьяна Москалькова есе Киевге келіп шықты. Русияның РБК шіркеті мен баларға атфы етіп, Киеве Москва 33-33-ке денішмеге алашқанлары ақында білдірді. Жедвелінің сон шеклі белі дегіл. Кеченлерді Русиялерінің адвокаты Валентин Рыбин Украинада апиш жазасына махкум етілген дорт Русия ватандашыны деніштіре жеклер де білдірді. Августның 20-сында есе Москваның Лефортово тақиқат тевқифханиясында 5 Украин саяси мобюсы болынғаны қында малюмат аздықланылды. Оларны Русияның башқа жезаханелерінден кетіргенлер. Сөз Володимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Николай Карпюк ве Роман Сущенко аққанда кеті.